Келісесіздер ме, келіспейсіздер ме, ол өздеріңіз. Шымкентте қаңтар оқиғасынан кейін сотталған 3 белсендіні сот босатпады. Құқық қорғаушылар саяси тұтқын деп таныған азаматтардың апелляциялық шағымын судья мақұлдаған жоқ. Биыл шілдеде сот қаңтар оқиғасына байланысты жаппай тәртіпсіздік бабымен 3 белсенді Жанмұрат Әштаев, Қайрат Сұлтанбек және Ләззат Досманбетованың әрқайсысын 3 жылдан аса мерзімге соттаған. Адвокаттар үкімді негізсіз санайды. Үкім өзгеріссіз қалған соң сот залында жанжал шықты. Полицейлер наразыларды дәлізге шығарған соң оларға сырттағы жұрт қосылды. Сотталғандардың жақындары судьяны не прокурорды шақырып, сот үкімін негіздеп беруді сұрады. Бірақ ешкім шықпады. Расширить гражданское участие в отправлении правосудия позволяет суды присяжных. В Казахстане присяжные заседатели могут выносить вердикт только по особо тяжким преступлениям. Но я считаю, мы должны пойти дальше и расширить категорию дел, подлежащих рассмотрению судами присяжных. Эта новелла будет способствовать демократизации судебной системы, повышению доверия к ней со стороны общества. Ассалаумалейкум, қазақ елі. Мына көріп отқандарыңыздай, президенттің жолдауында сот жүйесіне осындай тапсырмалар берілген болатын. Алайда біз әлі сот жүйесінде осы тапсырмаға сәйкес ешқандай өзгерістердің болып жатқанын көріп отырған жоқпыз. Бұл популизм ба жолдауда айтылып жатқан, әлде шынымен тапсырма беріліп, оны үкімет, сот жүйесі оны орындауға асықпай жатыр ма? Бұл сұрақтар әрине қала береді, бірақ біздің тарапымыздан қажеттілік бұл осындай өзіміздің сұранысымызды, өзіміздің талабымызды көрсете білуіміз керек. Осы видеолардың астында көп пікірлер қалдырылып, оларға қолдау көрсетілген, баспармаға көп бөлісілген видеолар болса, оған әлбетте билік назар аударып, оған әрекет жасайды. Көріп отқандарыңыздай, қазір осы қаңтар оқиғасында оған дейін де, одан кейін де осындай белсенділер, саяси соттар, саяси істер көбіне тапсырмамен бір жақты түрде жасалатыны айдан анық, және ол жерлерде соттың дербестігі, тәуелсіздігі байқалады, жоқ екендігі. Сондықтан осындай белсенділерді, өзіміздің ұлт жанашырларды, елдің жайын, жағдайын ойлап жүрген осындай өзіміздің қандастарымызды саяси қудалаудан, жазықсыз жазаланудан біздің құтқаратын бір қол үш көмегіміз бұл осындай сот жүйесін, соттың процестерін барынша ашық түрде ол жерлерге бұқаралық ақпарат құралдардың толығымен қалағанша ол жерге қатысуға, ашық болуына және ол жерлер сот алқасымен өтіп барынша әділ дербес болуға соған біз талап етуіміз керек. Қандастар, бауырлар, осы видеоның астында баспармақ бір-бірлерімен бөлісіп, осы арнаға жазылып қолдау білдірулеріңізді сұраймын. Бұл видеоларымыз ертең өзіміздің осындай ұлт жанашырлары, белсенділер, елім жерім деген кісілерге бір пайдасы тисе, осы біздің қол ұшымыз болады. Баспармақтарыңызды аямаңыздар. Рахмет, Қызылордадан Фархат.